Demek түсуіш трендimiz бар. Түсуіш трендтің ақырғы қызыл шамын болатын болса, біздерде buy трендтің баслап берген order блок шамыңыз өзінен алдыңғы түсуші трендтің астыңғы шамы ең төмендегі шам болатын болса, соның асты бетін неғылған болу керек еді, swift қылып келген болу керек. Swift қыл деген нәрсе. Түсуші тренд болатын болса, соның ақырғы шам осының асты бетін мына жасыл шам болады. Сіздерде баслап берген бірінші order блок шамыңыз, мына шамның асты бетін шам саясымен алып, өзі жоғарда жауылып қалған болу керек. Осы біздерде liquidity sweep деп айтылады. Яғни, өзіне алдыңғы шамның астын саямен барып жаңалап келінуі. Демек, бұл жерде біздерде бірінші шам деп белгілеп қойсыз, өсуіш трендтің шамында бірінші шам, одан кейінгісі екінші шам. Жүді ақыметлі емес негізінде, ал үшінші шам болатын болса, соның астыңғы саясы керек бізге. Үстіңгі саясы болмайса да бола береді бізге, farqы жоқ. Бізге керегі астыңғы саясы, бірінші шамның үстіңгі саясы. Осы екеуінің ортасында қалған бослық біздерде FVG, яғни Fair Value Gap деп айтылады. Демек, осы зонаға базар толтырып келу керек. Ол мүмкін төртінші шамнан келіп толтырудан мүмкін саямен келіп. Егер импульсный жағдай болатын болса, өсіп бара береді, һәм бір уақытларда айланып келіп, сол зонаңызды базар толтыруға мәжбүр. Осы зонаға айланып келіп, одан кейінгі әрекет тағы да байға қарап давам етуі мүмкін. Демек, біздерде қарап көретін болсаңыз, базарда көретін болсаңыз, FVG зоналары жүр көп. Оларды қалай табамыз? Демек, қараң, біздерде FVG табу үшін базарда импульсный жағдай болады ғой. Сол уақытта FVG жүр көп шыққан болуы мүмкін. Оның қайсы бірін аламыз деген сұраулар көп түседі біздерге. Ол қандай болады? Біздерде зонаның өзі, яғни импульс әрекеттің өзі, мысалы үшін әрекет бар міне. Демек, мына жерде бір FVG, мына жерде бір FVG, мына жерде бір FVG шығуы мүмкін, яғни FVG шығуы мүмкін. Демек, бұлардың қайсы бірін аламыз, қайсы бірі ұқсап береді дейтін болсаңыз, қараң енді. Біздерде премиум һәм дискаунт деген зоналар болады. Қандай? Премиум, яғни қымбат деген ме? Премиум зона деген болады, ал асты бетте болса дискаунт деген зона болады. Дискаунт зона. Оны қалай табамыз? Біздерде әрекет бар, яғни импульсный әрекет бар. Осы импульсный әрекеттің қағы ортасынан бөлесіз. Яғни инструмент бар, сол инструментті өлшеген халда, осы әрекетті мына жерден басылап, мынаған шеген бір алты өлшесеңіз, соның 50% шығарып береді сіздер үшін міне. Осы 50%-тің астыңғы тарифі сіздер үшін дискаунт зона. Ал сол 50%-тің үстіңгі тарифі премиум зона болады, яғни қымбат зона болады. Не қыламыз? Қараң, ақылай психология. Егер сіздің өзіңіз болғаныңызда да, мысалы үшін бай сатып алу емес пе? Қымбат жерден алтынды сатып алмайсыз, дұрыс па? Демек, сатып алу үшін базар төмендеуге, яғни дискаунт зонаға түсіп келуін күтесіз. Арзанлаған уақытында сіздер не қыласыз? Оны сатып аласыз. Базардың психологиясы содан келіп шығады. FVG, яғни FVG қандай жерде істеп беретін десеңіз, мында егер сіз бай сатып алacak болсаңыз, дискаунт зонаға түсіп келген уақытында сатып алың, бай кірің. Егер наоборот сіз сел кірəcek болсаңыз, егер селға сауда істейтін болсаңыз, базар түсіп келатыпты. Демек, сіздерде бірінші FVG шығып жатыпты, екінші FVG, үшінші FVG шығып жатыр ма сіздерде? Не қыламыз? Бұнан осы әрекетті өлшейсіз. Демек, бұның сіздерде 50%, яғни жоғары бетіңіз сіздерде премиум зона, ал асты бетіңіз болса дискаунт зона. Не қыламыз? Арзан жерде сіздер алтынды сатып жібересіз бе? Я ол жоғарылауға шыққаннан кейін премиум зона, қымбат зонаға шыққаннан кейін sell ордерлерін ашасыз ба? Демек, ақылай психологиядан келіп шығады. Біздер алтынды қымбат жаққа барған уақытында сатып алмаймыз, сатамыз, яғни sell ордерлерін сауда ашамыз біздер. Ал алтын арзанып төменге түсіп келген уақытында болса, дискаунт зонадан біздер арзан жерден сатып аламыз. Демек, біздерде ұсыған әмел еткен алда істейтін болсаңыз, сіздерде FVG зоналарын істеп беруі сәл проценті көтерілуі мүмкін. Демек, біздерде бай үшін пайда болған FVG зонаңыз қаяқта болу керек, дискаунт зонада пайда болу керек. Әрекеттің төменгі бөлігі дискаунт зона, міне, сіздерде пайда болатыпты, төменге түсуші әрекет бар, ең төмендегі қызыл шамның асты бетін, ордер блок шамыңыз не қылатыпты, асты бетін sweep қылып кебатыпты. Һәм ортада екінші шамның ортасында, міне қары көрген болсаңыз, FVG зонаңыз пайда болған. Ол үшінші шамның астыңғы саясы, һәм бірінші шамның үстіңгі саясының ортасында пайда болған бослық. Осы жерді базар келіп, толтырып, одан кейінгі әрекетін байға қарап давам етіп кетуі мүмкін. Ал sell зона үшін болса, ол премиум, яғни қымбат зона, жоғары бетте пайда болады сіздерде. Мынау сіздерде ордер блок бірінші шамыңыз болатын болса, өсуші әрекеттің ақырғы жасыл шамын үсті бетін sweep қылып келген, һәм төменде жауылған. Демек, жоғарыда ешнәрсе жоқ, енді сопостар жоқ.
Hammasini swift qilib bo'lgan bo'lsa, o'rtada төменге qarab impulsмен bargan vaqtida ikkinchi sham mынау, uchinchi sham mынау bo'ladigan bo'lsa, birinchi shamning astingi sayasini olamiz, uchinchi shamning ustungi sayasini olamiz. Shu o'rtalikda qolgan bo'shliq sizlar uchun 5G zonasi bo'ladi, ya'ni fire value gap deb aytiladi. O'sha zonani bazab 4-shamdan kelib to'ldirsin, mayli 5-shamdan kelib to'ldirsin, mayli 10-shamdan kelib to'ldirsa-da bizga farq yo'q. O'sha zonaga yetib kelgan vaqtida g'ana bizlar savdoga kiramiz. Bundan burun asqpang, kerak emas. Demak, sizlar uchun 5G zonasi tavlu ustaqilta bo'ladi. Yepga kelsa, premium ham discount zonaga e'tibor bering. Agar төменге discount zonamizga tushib ketsa, buy premium zonamizga yetib borsa, sell orderlarini ochib savdoga kirsangiz bo'ladi. Так, ustidan keyingi videoda sizlar uchun grafikdan bir ko'rsatib tushuntirib beraman.